Доброе утро. Бүгін мен ертерек тұрдым. Сіздерге блог түсіріп, асықпай жұмысқа бару үшін. Гленсволлстың орталығы, қаланың центрі, барлық кафешкалар, библиотека, банктер осы көшенің бойында орналасқан. Ойнадан қалай өтемін. Таңертеңгі тіршілік осылай басталады. Көбінесе американецтер таңнан атпай тұрып жатыр. Парк Пирандов Гленсволлстағы ең үлкен ауқымды парк. Late night, your eyes fell to the floor. I'm trying to make sense, but you're losing your patience. Hands talk, won't stop, we go to war. Жалпы біздің штат жаңбырлы. Мен жылы киіммен, только мына жасылмен аппақ кофтамды ғана алғам, сондықтан екеуінен басқа киетін киімі жоқ. Вот біздің отель Куинсбери қаласына орналасқан. Біздің үймен отельдің арасы 3 километр. Соны великпен осылай жетеміз. Все, всем пока, шыққан кезде сөйлесеміз. Отельде видео түсіруге болмайды. Қазір біз перерыв алдық. Мына жерде завтрактар и осындай маффиндар, нандар, булочкалар, кекстар, потом фрукты, алма и банан. Потом холодильникте йогурт, анау мынау бар. Сөйтіп алдық. Және біздің заботливая тәтешкамыз бетчес қояды, с чем? Это с блуберри деген сияқты. Тут снектар, бананы. И холодильникті ашамыз, йогурттар, анау мынаулар, сүт, крем-чиз и тағы нандар. Тут уже завтрак. Оның ішінде вафлидің начинкасы бар. Мыналар омлет ертеңгі. Ой, біздің столовка. Мынау бізбен бірге істейтін бала. Бурак, сен Қазақстанға сәлем. Kazakhstan what? Қазақстанға сәлем. Kazakhstan'a selam. Екінші жұмысқа бара жатырмыз. Сына отель екінші. Қазір мына жолмен айналып бару керек болады. Негізі машинаға арналған дорожка, бірақ көбісі жүрмейді. Сөйтіп айналып өттік жаңағы жерде. Бұл жерде де біздің белгілі бір позицияны жоқ. Сағатына $16 төлейді, овертайм уақытында $24. Күні кешке екінші отельден кейін сағат 11-ге дейін істейміз. Получается 8-ден 11-ге дейін, немесе 7-ден 11-ге дейін 4 сағат қана жұмыс жасаймыз. Біз негізі велосипедтерімізді митинг румға қоятымыз. Бүгін ол жер бос емес дейді. Кілт алып жатыр. Біз өзіміздің пейчектерімізді алдық. Мы богаты, мы миллионеры. Достар, наша работа осындай в остальное время. Да, былай саласыңдар. Потом мынандай саласыңдар. Сосын 3 кинг жастық саламыз. Да, 3 жастық ыдысын саласыңдар. Былай дейсіңдер, да? Айналдырасыз. Это работа профессионала. Даже кладем туда, и вот. Сағат почти бізде. Нет, 12. 10-25, короче. 12-сіңіз. Иә, 10-25. Қазір біз Үйге қайтамыз. бірақ Шаршағандар. мына жақта жұмыс толып тұр негізі. Это работа лаундри. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. Бүгін біз Бәйкешқа келдік. Лекчерстарға бір магазин. Мен мороженымды жеп қойдым. Максар жеп отыр. Бітіре алмай жатырмын. Келін оладым. Ештеңе қалдырмайм, албайм деп. Ну как обычно. Мына жер өте әдемі екен. Я хочу тут остаться.
Қазақстанда үндістерді көрмейміз деп ойлап едік. Короче, мына жақта өте көп екен үндістер. Соғым кетіп бара жатыр жазып. Мындай ярмарка везде просто. Бақыт екеуміз пенсионерлардың тусовкасында тұрмыз. Это я в будущем с мужем. Бүгінгі пикник осындай. Мына суына қалып, мангоны да мына. Бүгінгі күн күшті болды. Ат души демалдық, қаланы араладық, бәрі ұнады. Қазір енді үйге қайтамыз, сосын жатамыз, ал ертең жұмысқа. Келесі күні әдеттегідей таңертең жұмысқа келдік. Бізде барбекю жасалынды, чай-пече болды кішігірім. Одан кейін Бурактың туған күнін атап өтті. Супервайзер. Просто қазақша жазып берген ғой бізге. Так мило. Түгендеп тексеріп жүрміз. Қанша орамал бар, қанша не бар. Жұмыс солай өтеді біздің. Бүгін бізде новый ужин паста. Мына жерде пияз қуырып жатыр и ажаны макарон пісіп жатыр. Приправа, кстати, Қазақстаннан алып келгенбіз. И басқа түрлері де бар. Но дрожжі алу керек еді. Біздің пастамыз дайын болды. Прям күшті пісіп жатыр ғой. Самый оңай тамақ Америкада. Бізде әркімнің үйінде стиралка жоқ, осылай түсеміз, астан кетер. Кір жуатын машина $1.50. Кептіретін $1. Давай бақыт, фокус көрсін. Фильтр аламыз. Опа. И старт басамыз бақыт. Все, осылай жуылады. The other thing I'm going to do is when you come back, Ресми расписаниямызды қайтадан қалпына келтіріп алдық. Не істесек болады? Нам скучно просто. Wellness. Lucinda. We're having so much fun. Yeah. What are you doing, Burak? Huh? What are you doing? She's working. Ничего не делает. We are just waiting the lunch. Жаңбыр деген құйып тұр. Вообще бізде осы 3 ай бойы күн шыққаннан көрі жаңбыр көп жауып. Каждый аптасына 7 күн болса, менің 5 күні жаңбыр өткен шығар. Біз жаңбырлатып Dollar Tree деген Американда үлкен сеть магазинға келдік. Бұл жерде май, шам, косметикалық заттар, ыдыстар, дисктер және тағы да басқа заттар, соктар, барлық нәрсені бір баға көлемінде аласыздар. Біздің жағдайымызда ол $1.25 және $1.35 аралығында. Получается, мы заказали бургер, фри и наггетсы. Сейчас. Бар ғой. Түрі өзгеріп кеткен сияқты маған.
Впервые жешамыз мынандай нәрсе пісіріпті. Биф чип деп аталады, если шатаспасам. You take more sauce, you put it all around. Бисмилля. Деймізді. В принципе, Соусымен дәмді. соусымен дәмді. Вот соус. Просто кайф. Бүгін жұмысқа осылай барайын деп жатырмыз. Автобуспен. Не қайтарда елік. Эконом. Just look at this. I saw a video like 1 minute ago. I tried to explain this. They just come and kill everybody, you know. It's bad. That's why he doesn't want to come back to Turkey. Yes. Қазір біз TD банкке келдік. Печектегі ақшаларымызды шығаруға осы банктен ашқан болатынбыз. Пока что ешқандай подвет еткен жоқ. Ақшамызды алдық. Енді шығып барамыз. Белімізге отырамыз. И екінші жұмысқа барамыз қазір. Екінші жұмысқа бара алмай тұрмыз, потому что әлі уақыт болған жоқ. Сондықтан осылай жолдың бойында мынандай видпен қонақтап отырмыз. Күткенімізді қайтейін бізді. Біз атшыға кеттіз, да? Бүгін жұмыс жоқ деп үйге қайтарып жүрді. Так что имейте в виду, всегда жұмыс болмайды. Сразу айтты ғой, бүгін сендер керек емессіңдер деді ғой. Сен маған керек емессің. Сонымен Queensberry Plaza деген жер бар. Сол жерлерді аралап көреміз енді. Ақыры уақытта болғаннан кейін уақытымызды босқа құртпайын деп шештік. Бақыттың планы орындалмаса, настроениесі түседі. Оған барлық қойған пландары орындалу керек, сол кезде довольно болады. Aviation Mall. Ішінде кинотеатрлар бар. Айбай, ужас. Опасно стап келе жатыр негізінен ше. Мен сияқты қайталамаңдар. Бізде адамдар 6-да шығып, 6-ның кезінде пробка басталса, бұл жерде адамдардың жұмысы 3-тің кезінде бітеді. 3:30-ға таман ақырындап машина көбейіп, осылай пробкалар басталады. Негізі бұнда пробка жоқ. Осындай ғана болса. Бақыт кетіп бара жатыр. Пока бақыт. Все, жаңағы айтқан жерге жеттік. TJ Maxx, Hobby Lobby и бір бәле деп жазылып тұр, не видно. Көреміз. Ішінің барлығы киім екен. Boys, Juniors, Babes көрініп тұр. Қыздар, Dyson тауып алдым. Егер заказ берем десеңдер, мен арқылы берсеңдер болады. Оригинал, отвечаю. Қандайда қазір маған берсе қуанатын едім. Прям күшті. Тут еще наушники есть. Да, вот. До того бәрі ойланған, что аяқта вот қараның дневники, ручка и наушники. Вот түр-түрі бар. Капец, как круто. Made in China бірақ. Я, бірақ $7 тұрады еще. Пиндодан заказ берсаңыз бізге. Американың плюстарының ішінде арома свеч. Бұлардың естері 10 метр жерден шығып тұрады, ал Қазақстанда прям бақыт айтады, бетіп қатты мұрныңа тегізіп ескемесең, естері дұрыс шықпайды деп. Қанша $? тұрады? 8. Үлкендерінің өзі нау ма? Мынандайлар $8 тұрады. Клубника не сот. Вау. Мына жерде вечно тұруға болады. Дневниктерді қатар. Ұнап тұрмаған. Расписано. Тема. Шүкір. Сұрт ұнап тұрма. Мәна, светін өзі демаласың ғой. Ничего, цитаталармен. Да, ана таңертеңге арналған ғой. Нелерге. Мен немнеге благодарна. Менің бүгінгі мақсатым ана. Сұрты сондай күшті. Мечта сияқты көрінеді. Мына жерде розовый бар. Spills. Что это такое? Білесің ба аудармасын? Spells.
Біз шықтық. Маған блокнот ұнады. Саған? Блокноттан сейфемін. Кадрға күшті кіріп кетті. Лобби деген жерге кіріп бара жатырмыз. Прям Хэллоуин мен Новый годқа дайындық сияқты шын оның бәрі. Чоран, братан. Реально нет пистолета. Ковбой болғым келіп кетті онан көріп. Бұлардың тулары бүкіл жерде ше. Я тут застряла. Опять блокнот, ручки. Сол жақтан. Капец, как классно. Мына жерде қазір бақыт көрсе, тоқтап қалатын еді. Ана жерге бара жатырмыз енді, достар. Не знаю, что такое. Тамақ ішетін жер сияқты. Пикаптың түрін көресің. Үлкен, кішкентай. Средний. Вон там еще есть. Пикапқа көзім үйреніп қалғапты бар ғой. Басында прям жестко замечательно. Да. Ана жерде гарден центр. Гуляп бересің бе маған бақыт? Кеттік. Тағы біреу өтіп бара жатыр. Что это такое? Вообще кіруге бола ма? Біз келіп тұрмыз, бірақ кірмейтін болды, потому что үйге арналған заттар, мына жерде машинкалар, огородқа арналған такие машинки. Машинамыз ана жерлерде тұр, парковкада. Біреуі қызыл, біреуі сұр. Сұр Саната мен десеңдер қызыл. Менікі Lexus. Қызыл Lexus. 2020. Анері бар ғой, аны көріп тұрсың ба? Вот осыны осыған салатта сүйрейді, кажется. Анау шарик бар ғой, былайша. Ішінде шарик бар, көтеріп кететін мультик бар еді ғой. Осындай домдармен түсірілген сияқты ше. Бағасын барып көріп кеттік. Маңызлы пеймен 120 бар. Жоқ, короче 6974 Теңге деп қойып, доллар тұр. Ма машинан? Это біздің машинаның кілті. Пульті жоқ пока что. Тих. Видите, Lexus. Новая модель. Саната. Көк екен ғой светі, серый екен. Это Саната Boss. Hyundai Саната Boss. Мынау Lexus неме? Ешкімде жоқ, қараңдар. Бізде ғана. Шиналарын қараңдар, қандай дерзкий. Мұндай свет жоқ. Әлемде бір-ақ экземпляр. Ол бақытты. Ресторанға кеттік деген. Біз енді VIP американша ресторанымызға барамыз. Америкада басқа фастфудтарға қарағанда KFC самый лучший. Стаф аз екен, сондықтан онлайн заказ беріп қана аламыз. Өзіміздің любимый боксты заказ бердік. Пепси, бургер, фри и наггетс. Бізге жаңа заказ бергенде соус бермепті. Қылғылдап жүріп алғансың ғой. Сонда шустрый болыңдар. Ойынның аты бейсбол ғой деймін. Білмеймін. Бірақ өте қызықты болып жатыр. Қыздың мечтасы орындалып жатыр бүгін. Мен визаға барған кезде, короче, біздің жанымыздағы городокқа барам деп айтқам, бірақ осы жерде оказывается ойнап жатыр. Мы остановились и көріп жатырмыз қазір. Бақыттысың ба? Иә. Армандар орындалған қалай екен? Күшті деген дағыны. Бітті ойын. Біз шықтық. Кетіп бара жатырмыз. Ұзақ уақыттан бері бірінші рет ертерек қайтып жатырмыз. Бісміллә. Мен тағы апасына жүріп келе жатырмын. Sit down, darling. Sit down. Sit down. Walmart'ın ішінде бәрі арзан, бәрі адамдарға қолжетімді.
Көзімізге мулашқа қарап жатырмыз. Да, 13-15 доллар тұрады екен. Қазақстанға қарағанда арзан. Жаңбырдың астында белгі сеуіп үйге қайтамыз деп шештік. Жестко. Сабайға келдік заказ беру үшін. Осылай көз алдында жасап береді екен. Заказын осылай жасап жатыр. Армандап жүрген сабайыма жеттім. Қазір жеп көреміз. Ішінде перец, огурцы, салат, помидор, содан кейін лук бар и обычный кола. Это вкусно, ребят, это вкусно. Бізде осы штатта аз ғана уақытымыз қалды, примерно бір 2 аптадай. Сол себепті осы паркке келіп, осындай фонтанға қарап сөйлесіп отырмыз. Мне очень вкусно, друзья. 2 аптадан кейін кетеміз. Қимайды екенсің, көптеген опыттар алдық, эмоциялар алдық. Біліп-білмегеніміз көп болды. Жерден келу керек, көліктер жинап қоямыз. Сонымен бүйтіп Гүлденсхолсқа барамыз. Автобус келе жатыр. Красный автобус, да? А что, он синий, что ли? А нет, красный. Отырамыз қазір. How are you? I'm good, thank you. Hello. Серьез кешке жатыр. Проезд $1. Мынау біздің 9-ға дейін істейтін кафешкаларымыз. Жалпы бұнда барлығы 5-тен 9-ға дейін істейді кафелер. И то суббота, воскресенье, пятница, сондай күндер ғана. Будни күндері кейбіреулері ашылмайды. Біздің жұмысқа тұрмай кеткен ресторанымыз. Радиси деп аталады. Негізі кіріп тұрдық, бірақ social security карт болмай қалды да. Сол себепті 2 аптадан кейін келеміз деп кеткенбіз. Но келмедік, потому что бізде екінші жұмыстан сағаттар бөліп берді. Содан кейін Американың прям мақтайтын жері ол. Көшелері тап-таза, ешқандай мусор таппайсың. Сосын вот цветочки такие красивые. У меня вопрос теперь. Қашан Қазақстанда адамдар жөнделеді и көшелерге мусор шашпайды? Кафешкалардың сыртынан идея алсаңыздар болады, если в будущем будете открывать. Слишком эстетичный. Но пивоварня. Бүгін вечер пятницы. Адамдардың көбісі кафелерге барып отыр. Біздің кіре алмай жүрген Микадо деген азиатский кафе. Осы екі кафенің ортасынан өтеміз. Үйге бару үшін. Так и не поняли, что это. С көшеде тұрамыз. Задний проход. Осылай үйге кіреміз. Вот дамский там. Менің не открывается. Біз апартментте тұрамыз. Кірген кезде сразу мусорка көреміз. И біздің ласточки, біздің великтарымыз. Бүгін жаңбыр жауғандықтан демалдық. Мына жақта тұратын кісіге обидно ше, мына жа лестницамен көтеріліп бірақ үйге шығып. Бақыт свет өшіріп сап. Осылай үйге кіреміз. Сәлеметсіз. Сумочку. Смотрите, какая красивая.
Michael Kors'un içinde жүрміз. Бәрі ұнап тұр. Андай визуализация жасап жатырмын. Пока что бірақ сумка ұнады. Но $449 тұрады. Бітірді ме? Конечно. Тура звезет спетка. Ты прям кореянка. Да, я знаю, я казашка нет. Аяла сумкаларын қарап жүр. Өз-өзіне қарап жатыр. Өз-өзімен любуется. Очень красиво, прям очень красиво. Мама, розовая сумка ұнап қалды. Если что, купите мне, пожалуйста, вот эту сумку. И потом, мына жерде бір черная сумка бар. Вот эту вот маленькую сумочку, которая стоит $498. Өте әдемі көрінеді. Я вам покажу. Это будет вот так вот. Очень красиво. Мне очень нравится. Бізге, оказывается, бай болған жарасады екен. Я любой нәрсені кисең жарас келеді. Қарап көрсеңсіңдер. Біз бақыт екенбіз, андай богатенький, четкий болғымыз келеді. Болу керек. Let me know if I can help you with anything, okay? Вау. Вау. Накстала любуется собой, как всегда. Разноцветные, радужные. Рюкзак купите мне под мой лучок. Смотрите. Sandwich now. Yes. I did? Yes. Is it here? Yes. I'm sorry. It's okay. Do you want a bag with handles on it to put that in? Yes. Oh, thank you. You're welcome. Коч. С собой. Как тебе покупка твоя? Да, первая покупка, это у меня пакет. Бақытына сумканы ғашық болып қалды. Наверное, купила, потому что я очень сильно хочу это купить. Мен алмай қойдым. Сумканы алмай қойдым. Алғым келген. Неде карточкада не работает. Зато пакет алдық. Моя первая покупочка. Ініме футболка алдым. Мен білмеймін автобустың остановкасы қайда екенін. Әйтеуір алға қарай келе жатырмын. Кеш батып кетті, ал мен автобусым әлі жоқ. Тұрмын күтіп. Все, аман, автобусқа отырдым. Енді үйге қайтып бара жатырмын. Треш, далада қалатын болды. Үйге келдім, кілтім жоқ. Бақыт ұйықтап қалып қарсы. Аша алмай тұрмын. У нас спит.
I did try. Yeah. It was really good. I did try and like. Привет. Walmart'a келдік за продуктами. Жолда еще өзіміздің таныс қыздарды кездестіріп қалдық. Ол қыздармен де тоже осы Walmart'та жүрген кезде танысқанбыз. Так что Walmart қазақтарды жолықтыратын екен. Мына жерде зелень. Біз бүгін көп нәрсе алмаймыз. Жолай просто суық кетейін дегенбіз. Нан мен қия помидор керек болатын. Мына жаққа келеміз. Достаем нан, қияр, помидор. Вот. Нан $1,47. Осы 3 саатқа жетуде $43 шықты. Мына жерге кэшпен төлеп жатырмыз. Мы, оказывается, мороженое забыли купить. И бақыт кетті. А я охраняю велики. И наши вещи. Қазір тұрмын енді. Уақыт күтіп. Смотрите, какая красота. Қызыл машиналар көп болып кетті ана жерде. Красота просто. Шықты, мороженое алдым. Все, теперь домой. Мен сейпін жолда үзіп алдым дегенде өзім білмеймін қалай үзіп қалғанын. Аялап. Қарасыздар? Мына жағы ұшып кетті үшін. Жол жүндерін. Бәрі үзіп алды мынандай. Мен үстіме аппақ. Бізде уже қап-қара болып кетті тауы. Великтерін тұрған тұрсын. Ана мороженое бар үшін еркеміз. Иә. Ана. Видите, жаңа ғана жаңбыр жауып тұрған. Күн шығып қалып еді, сразу келіп кетіп жүрдің бәрі. Мына жерде қар жауып жатыр. Америкада алған әрбір тәжірибе менің өмірге деген көзқарасымды, ойларымды, мышлениемді өзгертті. Басымдағы шекаралар бұзылды және бәріне оптимизммен қарауға үйретті. Жалпы, жеке тұлға ретінде дамуыма үлкен үлесін қосты. Ал бүгін міне үлкен влогымды өз соңына жетті. Келесі кездескенше.